Рахмет, Шолпан, деп төсегінің шетіне отырды. Өзіне өзі сенбей, үсті баста қарап қояды. Шифонердің есігіндегі айнаға келіп, жүзін барлай ұзақ қарап тұрды. Биыл 60-қа шығады. Рүстем өлгелі екі баланы тісіне тістеп, арқасына көтеріп қатарынан қалдырмайын деп, сүлдері қалғанша сүйретіліп жүре беріпті. Жасымда жөнді оқымаған соң, еден жуу, ыдыс-аяқ жуу, аула сыпырудан артқан қандай жұмыс бұйырсын. Әйтеуір азық-түлікпен киім-кешекке жететіндей ғана айлық алатын. Екі балаға әкесі жетім деген әлеуметтік жәрдемақы беріліп тұрды. Рүстем екеуі бірдей Алматы Культбытстрой деген трестке қарасты құрылыс монтаж басқармасында сылақшы, дәнекерлеуші деген жұмыстар істеді. Ерлі зайыпты болғандықтарын ескеріп, кезегімен 2 бөлмелі пәтерге қолдары жетті. Тапқандары пәтер жалдауға кететін, әрі тартса, бері тартса жетпейдіден құтылды. 2 баланы бақшаға орналастырып, ел қатарлы өмір сүре бастаған. Ол мектеп табалдырғын аттағанын ағайын туыс дос-жаранға тойлатып берді. 13-ші айлық пен еңбек демалысының табысын қосып жүріп, түгел қабырғаны алатын стенка деген мебелде алынды. 2 бөлмеге 2 кілем, ыдыс-аяқ дегендей, өзі құралпы келіншектер жеткен бақытқа ақырында бұл да жетіп жатты. Енді ауыздарым аққа тиіп еш жия бастағанда, Рүстемі салынып жатқан ғимараттың 4-ші қабатынан құлап тіл тартпай кетті. 2 перзентін бауырына басып алып, түндер бойы көзінің жасын үнсіз жұтты. Уақыт емші деген шындық екен. Рүстемнің 40-ын өткізген соң, белін бекем болып қайтадан құрылысқа жұмысына шықты. Қыстың аязына тоңып, жаздың ыстығына күйіп, шаң тозанның ортасында жүріп, 2 баланы қатарынан қалдырмай өсірді. Ол мектепті бітіріп, ең болмаса техникумға түсер деп еді. Ол оқығысы келмейтіндігін айтты. Енді не істейсің деп еді. Әкемнің бригадирін көрдім. Мені саптарын алатын болды, деді. Сол күйі құрылыстың бір жұмысшы болып шыға келді. Келер жылы мектеп бітірген қызы ақылды екен. Өз білімімен қыздар педагогикалық институтына ілінді. Бұл Гүлдәрі үшін Рүстемнің қайғысынан кейінгі үлкен қуаныш болды. Отбасыларына бір серпіліс келді. Ұлым оқымаса да өзі қалаған жұмысын істеп жүр. Қызым жоғары білім алып қызмет істесе ғой, деп армандады. Өкінішке орай қызы үмітін ақтамай 3-ші курста алыс ауылдағы бір жігітке қашып кетті. Оқу жайына қалды. Бар арманының күл талқаны шықты. Келер жылы Бақ-дәулеті үйленем деп осы Жарқынайды үйге ертіп әкелді. Жалғыз ұлдан несін аясын, жиған тергенімен тойын жасап, құдалардың алдындағы ана сүті, әке қуаты деген талаптарын орнымен атқарып шықты. Келін де оқымаған құрылысшы екен. Оқу тұрмақ, тіршіліктерін жақсартуға ұмтылмады. Келгеннен бастарындағы пәтерге ие болуды мақсаттады. Бақ-дәулет ең болмаса 2 бөлме алып, мынаны қосып кеңітіп аламыз ба деп жүргенде, кеңес одағы ыдырады. Байтал түгіл бас қайғы дегендей, пәтер алмақ түгілі жұмыссыз қалды. Гүлдәрінің қолынан келетіні 3 немерені перзентханадан шыққаннан бауырына салып бағу болды. 3-еуін балабақшаға сүйреді. Кейіннен мектепке таси бастады. Жарқынай базарға шығып саудаға кірісті. Бақ-дәулет собачник болып әркімге жалданып кете барды. Отбасына көмек болсын деп Гүлдәрі үйдің жанындағы жатақханаға еден жуушы болып орналасты. Айлық алған күні тиынына дейін санап келініне беретін. 3 немеренің сирақтары өсіп, жеке-жеке төсекке жатқылары келе бастады. Жарқынай енесін асханаға жайма төсекке шығарды. Гүлдәрі ұрпағы үшін оғанда келісті. Жаз бойы балконға да жатып жүрді. Келіннің саудадан жиып тергенімен пәтерді кеңейтер деп үміттенетін. Ойсыз келін балаларын алып, кейде құрбыларымен шетелге сайрандайтынды шығарды. Ұлына қыдырғанша пәтерді кеңейтейік деп айт әйеліңе деп еді. Онысы өзін кінәлай жөнелді. Бұл маған әкемнен қалған пәтер. Неге осы жасыңа дейін ең болмаса 1 бөлме жасап алып бөлек кетпейсің деп. Үй жасау оңай болса, неге өзі балаларына әкесі құсап бермейтінін бірде. Енді саяжайға барып тұрасың, деді. Жұмысыма одан жете алмаймын ғой деп едім. Немене, миллион табатын жұмыс па еді? Таста. Менің балаларым ең болмаса үйде еркін жүрсін дегені. Дәл бір анасы соларға күн көрсетпей жатқандай.
Содан бастап келін мен бала мұны асханаға, тамаққа да шақырмайтын болды. Немерелер де ата-анасының қабағын бағып, әжелеріне жоламай қалды. Солай жүргенде зейнеткерлік жасқа жетіп, оның қағаздарын жөндеп алды. Азғантай болса да өз бейнетінің зейнеті. Оны да келініне әкеп беретін. Енді маған мысықтың көз жасында етіп, мынауыңды бермей-ақ қой, соныңмен саяжайға барып тұр, деп келін үкім шығарды. Отбасында әмірі жүріп тұрған әйелден кім ассын? Бәрі мұнымен сөйлеспей қалды. Аяғында үйден шығарып, есіктің құлпын ауыстырып жіберді. Солай Гүлдәрі далада қалды. Өмірінің осы толқындарын ойлап жатып, көзі ілініп кеткен Гүлдәрі түс көрді. Рүстемі алыстан күлімдеп қарап тұр. Бұл соған қарай жүрейін десе, аяғы баспайды. Тек көңілі алып ұшып, соған қарай ұмтылады. Екі қолын созып еді, ол одан әрі алыстай бастады. Бір кезде Рүстем тұрған жақты тұман басты да, ол соған сіңіп кетті. Гүлдәрі ұмытылып жатып, оянып кетті. Түсін есіне алып түгелдей сараптап шықты. Ол риза болып жатыр екен деп шешті де көрпесін қымтап жата кетті. Шолпан мен Гүлдәрі кешкі астарын алдына ала бергенде телефон шырылдады. «Шолпан тәте, мен ғой Бану», деді әйел даусы дірілдеп. «Я, Бану, қалайсың? Көптен хабарласпай кеттің ғой». «Кешіріңіз, менің мәселем көбейіп кетіп еді. 3 күн бұрын көлік қағып кетті. Операциядан бүгін ояныппын. Есімді жиып сізді іздедім». «Не дейді? Байғұс баламай, қайда жатырсың?» деп Шолпан шырылдап кетті. «Тәте, қазір жақсымын. Жедел жәрдем ауруханасындамын». «Мен қазір жетем». «Жоқ тәте, ертең келіңіз. Қазір бәрібір кіргізбейді», деді әлсіз дауыс. Шолпан тұтқаны қойып, үнсіз отырып қалды. Жанындағы Гүлдәрі бір сұмдықтың хабары келген біліп, сұрауға батыл бармай, шайнекті отқа ала жүгірді. Шолпанның шайын ысылап қайта құйып ұсынғанда барып, ол әрең тіл қатты. «Сор арылмаған байғұс-ай», деді терең күрсініп. «Анамнан қалған жалғыз көз ғой Бану деген. Бармақтайынан баға ашылмады. Анасынан ерте қалып, әкесін өзі бақты соңғы күніне дейін. Содан кейін қалаға менің қолыма келген. Медициналық училищені бітірді. Тәп-тәуір Асқар деген жігітке кеуге шықты. Енді бағы жанатын болды-ау деп өз қолымнан ұзаттым. Бала көтере алмай біраз жүрді. Бармаған дәрігері, қаралмаған балгері қалмай жүріп, бір қыз тапты. Күйеуі жақсы қызмет істеді. 4 бөлмелі пәтер алып, өзі Сәбминнің емханасында қызмет жасады. Бәрі жақсы еді. Жалғыз қызы аяқ астынан жоғалып кетті. Сол жылдары Казгу жақтағы ботаника бағында тек жас қыздарды өлтірген біреу шықты ғой. Банудың қызы курстас достарына барып келе жатып, соның қолына түсіпті. Сүйегін 1-7-ден соң бақ ішінен тапты. Әлгі оңбаған 7 қызды өлтіргенін өзі мойындапты. Соның бірі осы Банудың перзенті болды. Сөйтіп Бану соры қайнап қалды. Жалғыз қызынан айырылған қайғысына шыдамай күйеу бала ішіп кетті. Кейіннен есін жиып, қызметіне қайта кірісті. Бану бала табатын жастан асып қалған болатын. Күйеуі: «Ренжіме, маған ұрпақ керек. Сені сүйгендіктен осы күнге дейін шыдап келдім. Енді бала табатын біреуді алам», депті. Бану жылап еңіреп маған келді. Басқа кімі бар баратын? Жағдайын естіген соң: «Жібер, қайтесің енді? Еркектің бәрі бір ұл сүймей мейірі қанбайды. Зорлап ұстағанмен адам болмайды енді. Ұрыс керіс басталады. Ол да сен де ауру боларсыңдар», дедім. Бану: «Бала бағып аламыз», деп еді, күйеуі көнбепті. Ақыры кетті. Екеуі 4 бөлмені бөлісті. Еркек бір жастау қызға үйленді. Келер жылы ұлды болды. Келіншегі кең пейіл адам екен. Той-томалақтарда араласып тұрамыз баяғыдай. Енді өз үшін өмір сүре бастап еді. Мына қырсықтың тағы келгенін қарашы, деп Гүлдәріге Банудың өмір тарихына қысқаша баяндап берді. «Алла жары болсын. Енді қайтесің? Ертең барасыз ғой», деді Гүлдәрі. «Мен де барайын», дегісі келіп еді. Туысы емес, туғаны емес, кіммін деп барам? Өзі қиналып жатқан жанға деп іркіліп қалды. Шолпан күндегісінен ерте оянып, жедел жәрдемге Бануға баруға жиналды. «Мен сені аялдамаға дейін шығарып салайын», деп Гүлдәрі үйден ере шықты.
Үлкен клиниканың ішінен Бануды тапқанша Шолпан шаршап қалды. Үшінші палатаның есігін ашып қалып еді. Кілең гипстелген аяқтарын аспанға асып қойғанда жатыр екен. 5 адамның арасынан Бануды әрең ажыратып алды да жанына жетіп келіп бас салды. «Бану, жаным-ау, не болды?» деп оң жағындағы ересек әйел. «Ақырын, бір жерін тағы ауыртасыз ғой?» деп ескерту жасады. «Тәте, ештеңе емес, жақсымын» деп қояды Бану. «Аяғың сынған ғой?» «Я, тоқпан жілік бөлініп кетіпті. Екі жағын біріктіріп темірмен бекітіп тастапты. Операция 4 сағатқа созылды. Миым шайқалған, қабырғамда сынған» дегенді алқынып әрең жеткізді. «Сені қаққан адамды ұстады ма?» «Жоқ, ол қашып кетіпті». «Итай, біреудің обалына қалып, Құдай жазасын бергір» деп Шолпан сіңілісінің шасынан сипап тұрды. Оның оң аяғы төбеге бекітілген темірлерге қайыс сияқты бірдеңелермен асылыпты. Сол қолының білегіне ине шаншылып, таяққа асылған бөтелкеден дәрі жеткізіп жатыр. Банудың бет аузы көгеріп, көзі білеуде болып іскен. Қабағының астынан жанары жылтылдайды. «Дәрі-дәрмектерді өздері беріп жатыр ма?» деді Шолпан. «Бірдеңелер беріп жатыр ғой. Бағана емдейтін дәрігерім мыналарды алдырыңыз деп қағазға жазып қалдырған. Бас жағымда тұр» деп жанындағы тумбочканы меңзеді. Қисық-қисық етіп 3 дәрінің атын жазыпты. Өзінен басқа дәрі алып берер пенде жоғын білген соң қағазды қалтасына салып алды. «Асқарға хабар бердің бе?» деді. «Жоқ әлі, не деймін?» деп иегі кемсеңдеп қоя берді. Арғы жағындағы келіншек жанымен алысып жатса да, әйелдігі қалмай екеуінің әңгімесіне құлағын тігіп өліп барады. Оған жем болмайық деп, «Жарайды, мен түс ауа тағы келермін» деді де Шолпан ауасы ауыр палатадан сытылды. Дәрі-дәрмегін азғантай түшпара сорпасын арқалап күн бата қайта келді сіңілісіне. «Ой, тәте, сізді әуреге салдым-ау?» деді Бану ыңғайсыздық танытып. «Несі әуре? Амандығыңды ойласаңшы. Мына дәрілерді дереу қабылда, дәрігерге көрсетіп» деді де әкелген ыстық тамағын өзі Шолпанның аузына тосып қасықпен бере бастады. «Асқарға айттың ба?» деп сұрақ қояды арасында. «Жоқ, өзімнің телефоным апат күні жоғалып кетіпті. Сізге біреуден сұрап хабарласқам. Тағы сұрауға ыңғайсыз екен». «Жарайды, мен өзім айтам» деді әпкесін сіңілісінің аузын майлы қағазбен сүртіп жатып. Үйге келген соң Асқардың үйіне телефон шалды. Әйел алды тұтқаны. Шолпанды бірден таныды. Бұйымтайын айтып, жағдайды түсіндірген соң: «Шырағым, Асқардың өткен өмірін есіне салайын деп отыр екен демегін. Бану деген бір бағы ашылмаған әйел ғой. Асқармен ширек ғасыр өмір өткізді. Сені де сыйлайды. Басына қиын іс түскен соң хабарласып отырмын. Бәріміз Құдайдың құлымыз. Алдымызда не күтіп тұрғанын сол ғана біледі. Сен өніп өсіп отырсың, жарығым, жаман ойлама. Асқарға сәлемімді жеткізерсің» деді жалынғандай болып. «Енді қайтсын, бауыры емес, баласы емес. Бір кезде сіңілісімен бірге тұрған екен деп міндеттей алмайды ғой». Әйел адамға ұқсап тұтқаны тастамай тыңдап: «Апай, алаңдамаңыз, айтам. Ертең бірге кіріп шығамыз» деп Банудың жатқан жерін сұрап алды. Асқардың әйелімен болған әңгімені Гүлдәрге айтып еді ол. «Ойпырмай, кіріп шығамыз деді ме? Қандай жақсы адам» деп таңырқап қалды. Шолпан ертесіне сіңілісіне тыныштық сағатынан кейін келді. Бүгін Банудың бетінің ісігі қайтып, тыныс алуы қалыпты жағдайға түсе бастапты. Көзі жылтырап: «Тәте» деді, жүзінен қуаныш табы көрініп. «Банушка, қалайсың жарығым?» деп маңдайынан сүйіп, арқаланғандарын тумбочка үстіне қойды. «Тәте, күнде келмей-ақ қойыңызшы, маған жақсы қарап жатыр. Мені көргеніңе қуанып тез жазыласың». «Тәте, Асқар келіншегін ертіп келіп кетті» деді жаңалығын жеткізуге асығып. «Қашан?» «Таңертең ертемен». «Ой, айналайын-ай, мен түнде телефон шалғанда жұмыста деп еді» деп әпкесі разы болып жатыр. «Тәте, керек емес десем қоймай 500 000 теңге беріп кетті. Мен дәріге 50-ін алып қалайын, қалғанын сізге беріп қояйын» деді. Сол ақшамен дәл бүгін жазылып кететіндей қуанып. «Ой, азамат, әйелі де адамгершілікті екен еріп келген. Ана 2 ұлының рахатын көрсін» деп Шолпан
қуаныштан батасын төгілдіре жөнелді. Бану жараланбаған сол қолымен жастығының астынан конвертке салған қомақты қаржыны алып берді. Шолпан: ойбай-ау, 500 мың деген әжептәуір ақша ғой. Құдай бұйырса, жақсылап ем алуыңа жетеді, деді сөмкесіне салып жатып. Әйел тағы да келіп тұрамыз дейді Бану өте таңдайысты дауыспен. Балапаным, ақылды екен-ау, кең болсаң кем болмайсың деген осы. Алғаш көргенімде-ақ ұнаған, ақ көңіл жанау деп ойлап едім, деп ақтарылып келе жатып. Ойбай, Бану ренжіп қалар, Асқардың әйелін мақтағаныма деген ой келді де тілін тістей қойды. Я, Шолпан тәте, дұрыс адам, әйтпесе Асекеңде кім көрінгенмен байланса бермейтін азамат қой, деді Бану көңіліндегі қимастығымен Асқарды биіктетіп. Дүние-ау десеңші, екеуі қандай жарасатын кезінде, деп іші өртеніп, Шолпан жедел сатыға мініп төмен түсті. Үйге келіп, Асқардың Бануға көрсеткен қамқорлығын ерекше қуанышпен Гүлдәрге жеткізді. Ой пырмай, сондай жақсы жандар бар-ау, деді Гүлдар. Бұл Алланың Бануға жіберіп отырған жақсылығы. Енем айтатын, Алла мен құлдарыма қолдап бере алмаймын. Бірінікін алып, біріне берем дейді екен деп. Сол айтқандай құлына қиындықты берген Аллам шешімін де беріп отыр ғой. Шынында да Алладан тілесең береді. Сәкіде шоқиып отырғанда, о Құдай, мені осылай үсті бөлтірейін деп пең? Жүрегінің мейірімі бар. Бір құлың жоқ па маған қарасатын? Бала мен келін тас жүрек, ал жақсы пенделерің қайда деп зарлағанда, сен келіп тұрдың ғой. Шөкем, сен маған Алла жіберген жақсылықсың деп, Гүлдары Шолпанды құшақтап бетінен сүйді ризашылықпен. 27 күн дегенде Бану ауруханадан шығатын болды. Шолпан Асқардан көлік сұрап, Гүлдарыны ертіп келді. Аурухананың бас дәрігеріне барып, жедел жәрдеммен зембілге салып жеткізіп беруін өтінді. Банудың жағдайын айтып, өзінің зейнеткер екенін түсіндіріп еді. Бас дәрігер 2 санитарын қосып шығарып салды. Өз үйіме барғаным дұрыс еді, деген Бануға. Жалғыз өзің қайтып өмір сүресің, өздігінен жүріп тұра алмайсың. Көп сөзді қойда, түс алдыма, деді әпкесі. Гүлдарының төсегінің жанына тағы бір ағаш төсек қойылып, Бануға орын дайындалған. 2 санитар зембілмен көтерген қалпы төсегінің жанына бірақ алып келіп, орнына жайғастырды. Сол сәттен бастап Гүлдары бар ықыласымен Бануды күтуге кірісті. Шолпаннан көрген үлкен адамгершілігіне осылай маңдай терімен ақтауды жөн көрді. Төсекте жатқан ауруды бағып қағу оңай ма? Жуындырудан бастап дәретін алу, тамақтандыру, сүйек-сүйегі қақсағанда жанында отырып көңілін аулауға Гүлдары сонша жауапкершілікпен қарады. Сіңлісіне деген ықыласына риза болған Шолпан бір күні: Гүлдары, сен тура Банудың туған әпкесіндей, тіпті анасындай болдың-ау. Бану баяғыда әкесін төсек тартып жатқанда дәл осылай бағып қағып еді. Соның Алладан қайтқаны осы шығар, деді. Гүлдар әпке, аяғымнан тұрып кетсем, бұл жақсылығыңызды 2 дүниеде де ұмытпаспын, деп жылап жіберді Бану. Әй қыздар, қойыңдар, мен сонша не жасадым? Бар болғаны бәріміз бір отбасы болған соң, сіңіліме қолымнан келген көмегімді көрсетіп жатырмын, деп өз ойын ақтарды Гүлдар. Гүлдар, сен шын айтып отырсың. Біз енді үшеуміз бір отбасымыз. Мен жалғыз басым 3 бөлмені иемденгенде қайтем. Осылай бірге тұра берейік, деді үй иесі Шолпан. Оның мына ұсынысы ғажап болғаны сондай, 2 әйелдің есі шығып кетті. Әсіресе Гүлдары өмірден мынадай сый күтпеп еді. Шөке, мен қуана келсе едім. Келін балаң Астанадан келсе, бізге қалай қарар екен, деді күмілжіп. Осы күнімді Алла көрмесе екен деп іштей тілеп отырса да. Гүлдар, менің балаларым анасына қарсы келмейді. Қайта жаныма серік болар, әпкелерінің барына қуанады ғой. Өздері, мама, ауылдан біреуді шақырып алсаңшы деп жүретін. Сендерді Алланың өзі жіберіп отыр. Бабаларымызда біреу үшін қазан аспайсың деген бар. Менің қазаныма түскен 3 ауызға жетеді. Көңіл жетсе болды. Қайта бір-бірімізге қамқор болып жүрейік деп кесті. Онда Шөке, мен сені әпкем Бануды сіңілімдей көрейін. Іргеміз ажырамасын. Қолымда барым
зейнетақым мен саяжайым. Соны ортамызға салдым. Зейнетақымды өзіңе әкеп беріп тұрамын ай сайын. Күн жылына саяжайды қолға алып, өзімізге көкөніс жеміс жидек өсірем. Астанаға балаларыңа жіберіп тұруға да жетеді, деді көңілі алып ұшып, ойын жылдам жеткізіп. Гүлдәріден қалыспай Бану. Тәте, мен де әпкем сияқты тілекшімін. Бірге болайық. Мен де 2 бөлмелі пәтерімді өткізіп, қаржысын ортамызға саламын. Ас ауқатымыз ортақ болсын. Керек болса, киім-кешек алуға дәрі-дәрмегімізге де жетеді деп ойлаймын, деді. 3 дегеніміз күш. Үшеуміз ошақтың 3 бұтындай болып, мына шаңырағымызды ұстап, қазанымызды қайнатайық. Сіңілілерім, енді бізді Құдай ажыратпасын деп риза болған Шолпан екеуін құшақтап, кезек-кезек беттерінен сүйді. Олар да қарымтасын жасап жатты. Сократ деген данышпан айтыпты: бақыт дегенің сенің біреуге қажеттілігін деп. Сол айтқандай бір-бірімізге қажетпіз. Біз бақыттымыз, деді Шолпан. Біз бақыттымыз, деп қосылды Бану, жанары жасаурап. Біз бақыттымыз деп қуанып, көзі жайнап шыға келді Гүлдар. Ол ешкімге керек болмаудың қорлығын көріп, далада қалған күндері есіне түсіп, тағдыр теперішін көріп табысқан 3 әйел қазан көтеріп, салтанатты дастархан жайды. Сол күні бірінші рет Бану өздігінен қос балдаққа сүйеніп, аяғын басып, қонақ бөлмеге дастархан басына келді. Бүгін той. Бану аяғын басты деп қуанып жүр Гүлдар. Бүгін той. Үшеуміздің біріккен өміріміз басталды, деді Шолпан. Бүгін той. Жалғыздық жоғалсын мәңгіге, деп әндетіп жіберді Бану. Жүректері жаралы елдер бір-бірінен жұбаныш тауып, Алланың маңдайларына жазған алдағы өмірінен жақсылықтан үміттеніп, көңілдері қуанышқа толып, қызыл шараппен өздерінше той жасады. Гүлдәрі бір шишаны аздық етіп: қыздар, мен сыртқа дүкенге барып, тағы біреуін әкелсем қайтеді, деді көз жайнап. Саяжайда қыстағанда Есей Петр мен әйелі Нина апай мен Коль ағай бәрі жиі-жиі бас қосып қызып алатын. Ертесіне бас жазуға тағы жиналатын. Кейде аяғы ұрыс жанжалмен аяқталатын. Сол әдет бойына сіңіп келе жатқанда Шолпанды паналап, Құдай сақтады. Мұнда келгелі кейде жаны іздеп, көңілі құлап тұрса да, кешегі қаңғып қалғаны есіне түсіп, арақ атаулыны ойламауға тырысатын. Сөз арасында аузына алмайтын Шолпан ренжіп үйінен шығарып жіберер деп, дүкенге сүт нанға барғанда бір шиша ала барсам қайтер екен, шөкең деп ойлағаны да бар. Кейіннен Шолпанның мешітке баратыны, жұмада шелпек салып, әруақтарға Құран бағыштайтыннан аяғын тартты. Алғашқы күндері сол бәле түсіне кіріп, тамағы кеуіп, басы ауырып та жүрді. Саяжайда ішіп, артынан аздық етіп іздеп кеткенде, сондағы қаңғыбастардай әбден таяқ жеп, түн мен суықта қалған еді. Ертесіне есін жиып, сүйретіліп, Нина апайға жетіп, жаны қалған. Өстіп жүріп, арам қатсам, аналар менің сүйегімді де жинап алмайды ғой деп, балаларын ойлап шошынған болатын. Содан бастап, Құдайдан қаңғы бөлді дегзе көрме деп жалынып жүргенде, әрең жолы ашылды емес пе? Енді келіп тұрған бақытын тебе алмас. Қой Гүлдар, осымыздың өзі күні. Баяғы СССРден қалған жаман әдет не болса соны жуып шыға келетін. Бүгін бір тойладық. Жетер. Енді ащы су дегенді доғаралық. Бұған әуес болсақ, түбі жақсы болмайды. Бас-басымызға қаңғып кетерміз, деді Шолпан. Бас-басымызға қаңғып кетерміз дегеннен шошынған Гүлдар. Шөке болды, сенікі дұрыс, құп болады Басеке, деп оң қолын шекесіне апарып серт берді. Бану екеуіне жымиып қарап отыр. Оның да бір тартары болушы еді. Енді ішпей тыйылу керек деп ойлап қойды. Бану, бұл Бану не көрмеген Бану. Студент кезінде курстас қыздармен, ақ қайнармен бастады. Мейірбеке болып жүргенде қызыл шараппен жалғастырды. Келіншек болғанда Асқардың достарының өзі қатары әйелдермен бірге ақтанда ауыз тиді. Жалғыз қызы Жанелінен айырылғанда күйіктен ішіп кетті. Жұмыста жүріп, спирттен де тартып жіберетін. Асқар ренжіп те көрді, жалынып та көрді, тоқтай алмады. Ол әйел алып кеткен соң жұмысты тастап, жатып алып ішті.
Бір күні осы Шолпан тәтесі келіп, ит терісін басына қаптап ұрысты. Баласы өлген жалғыз сен бе? Байы тастаған жалғыз сен бе? Алланың берген амандығын көп көріп, енді саушылықтан айырылайын дедің бе? Күпірлік етпей есіңді жи, әлі жассың. Ен жарлықты таста, өмірің алда, деп моншаға апарып, әбден жуындырып, адам қалпына келтірді. Көп ұзамай үйіне жақын жердегі емханаға медбике болып орналасты. Бір күні келіп, Бану, әлі жассың, күйеуге ти деді. Мені 50-ге келгенде кім алады екен тәте, деп шек сілесі қатып күлген-ай. Сен күлме, менің бір танысым әйелі өлген ағасына жары іздеп жүр екен, тек ауылда тұрады. Соған сені таныстырам деп қойдым, деп шешім шығарып отыр. Сонымен Дәулет деген азаматпен танысты. Алматыдан алыс бір ауданда фермерлікпен айналысады. Мал жайы көп. Балалары өскен, бірақ екі ұлы мен келіндері маңайында тұрады екен. Таңның атысынан тыпырлап қас қарайып төсегіне сүйретіле құлайсың. Екі келін сол әулеттің биі. Атасы мен күйеулерінің аяғын бір етікке тығады. Бануды да бара-бара билеп төстеп алды. Бану сиыр да сауды, нан да жапты. Қонақты да қатырып күтті. Дәулет те жаман еркек емес. Ел білдеп тұрады. 3 жылдан соң осы мен неменеге құл болып жүрмін, тапқан балам жоқ, жиған дүнием жоқ, күнкөріс үшін жүрмін бе? Ең болмаса басымда бөлек үйім де жоқ. Қой есім барда елімді табайын. Асқарым берген үйімде жатып, таза бір жерде қызмет етсем, тамағымды табармын деді де Дәулетке ештеңе айтпай қалаға тартып кетті. Шолпандікіне келіп жағдайды жайып салды. Байдан келгені несі деп шошып кеткенімен артынан бәрін түсінді. Дәулет артынан 3 келді. Бөлек үй алып берейін, тек бірге тұрсаң болды. Тіршілікті істейтін адамдар жалдаймын деп те жалынды. Тағы бір келгенінде, бәрін тастап жаныңа келіп тұрайын, сенсіз өмір сүре алмаймын деп те көрді. Бану еш көнбеді. Неге екенін көңілі Дәулетке түк тартпады. Ештеңе шықпасын білген соң Дәулет үмітін үзді. Бану алғашқыда еркекті жылатқаным қалай болады деп ойлап қоятын. Кейіннен тыныш өмірге үйреніп кетті. Содан қайтадан баяғы емханасына барып қызметін жалғастырды. Ұжымның аты ұжым. Сондағы әйелдермен бірге Түркияға, Қытайға барып демалып та жүрді. Алла менің маңдайыма жалғыздықты жазған дегенді миына сіңіріп алып, бұрынғыдай өмірден түңілгенді қойды. Қайта достарымен, көршілермен бірге той тойлап рахаттана бастады. Бәрі дұрыс деп жүргенде аяқ астынан көшеде көлік қағып кеткен. Сол күні кезекшеді. Сорына ма, үйден ертерек шыққан болатын. Таңғы кезде көшедегі ала жолақтан өтіп бара жатқан. Қай жағынан сап ете түскенін. Бір дәу мәшине келіп қалып, қағып өте шықты. Ұшып түскенін білді. Одан арғысы беймәлім. Есін ауруханада жинапты. Белінен төмен зар қақсатып барады. Өзі демала алмайды. Сөйлейін десе, іші бауыры түсіп бара жатқандай ауырып, жүрегі лобылып, есін тағы жоғалтты. Содан ертесіне операциядан соң наркоз күші тарқағанда бірақ оянды. Сізді Құдайдың өзі сақтаған ғой, шырағым-ай, деді бір медбике. Тағы бір түнді жансақтау бөлімінде өткізді. Ертесіне палатаға ауыстырды. Сол жерде біреудің телефонын сұрап алып, Шолпан тәтесіне хабарласты. Содан бері сол кісінің қамқорлығында адам ауырғанда қорыққанда бетіндегі бетпердесін шешіп тастайды. Дәрігер адамдардың сол бір сәттегі шынайы бейнесін, өзімшілдігін, ашкөздігін, мейірімсіздігін, болмаса керісінше мейірімділігін, жанкештігін, адамгершілігін көреді деген. Сол айтқандай Шолпанның үйіндегі өмір Гүлдәрінің қаңғып, ешкімге керексіз болып қалудан қатты қорқатынын, Банудың аурудан, жалғыздықтан қорқатынын мойындатты. Сол арқылы екеуінің жан дүниесі ашылып, бір-біріне шынайы қамқорлық жасап, маңайындағы басқа жандарға да адамгершілік көрсете бастады. Осы асыл қасиеттер олардың бойына бала күндерінен сіңген болатын. Өкінішке орай, өмір өткелдерінде тағдыр теперішімен өзгеріске түскен еді. Жан қысылғанда осылай бәрі көрінеді екен. Шолпан дүниеге келгенде 40-нан шықпай жатып, соғыс басталды. Жаман хабар келісімен ауылдың боз балаларын майдан қалды.
Арасында жап-жас келіншегі мен жаңа туған шаранасын, жасы ұлғайған шарасыз ата-анасын қалдырып әкесі Жомарт та кете барды. Емізулі баласына қарамай анасы Жамалды колхоздың қара жұмысына салды. Жұдырықтай бала әжесінің шандырын сорып, ешкінің сүтімен өсіп жатты. Ауылда еңбекке жарайтын қайратты бар жан қалмағанда атасын да шөп шабысқа алып кетті. Қолында құртағандай бала болған соң ғана әжесі үйде қалды. Әйтпесе басқа елдерге қосып, егін басына айдататын еді бригадир. Бейбіш кемпір белі бүгіліп жүріп, шолпанды арқасына байлап тастамайтын. Күні бойы тіршілікпен жүріп, кеш бата пілте шамның жарығымен жүн иіретін. Майдандағы боздақтарға жылы киім тоқып ортаққа қосатын. Жомарт жаныма да шешесі тоқып жібергенді біреуі киер деп жылы әдемі етіп тоқып шығаруға тырысатын. Ұлы Отан соғысының ең қан қасап жылдары деп бағаланған 1943 жылы Жомарттан қара қағаз келді. Қауқарсыз қариялар қайғыдан қан құсты. 20-дан ең тасқан Жамал сұлу баласымен бауырына басып түндерде зар жылады. Кішкентай шолпан күнбағыс сияқты. Күндіз шал мен кемпірдің жанынан шықпай, көңілдерін аулайды. Кешке қарай қара жұмыстан сүйретіліп келген анасының қойына қашып, бауырын жылытады. Соғыстың аяқталып, ел жеңістің шаттығында жүргенде, бұл шаңырақ қуана алмады. Тек елге тыныштық орнады деген көңілге медет болғаны ғана. Әулеттің жалғасы, қара шаңырақтың иесі Жомарт оралмады. Сүйегі қай жерде қалғаны да белгісіз. Жомарт сүйген Жамал сұлу баяғы өзі келген арғы беттегі төркініне бір майдангерге күйеуге қашып кетті. Қарияларға серік болсын деп шолпанды қалдырды. Алтыға шығып, есі кіріп қалған тостаған көз бала анасын іздеп біраз жылады. Ұлдың қайғысына келіннің күйігі қосылып, ақсақал сол қыстан шықпады. Ауылдың бас жағындағы қорымға қойылды. Шолпан кимешегінің астына кіріп отырып, жанын жылытатын әжесімен суық үйде қысты шығарды. Күзде мектепке барды. Хадиша Нұрақын қызынан дәрі салып жүрді. Үйге келе үйренгенін әжесіне тақылдап қайталап шығатын. Менің жарығым оқығыш болады деп мақтанып жүретін кейуана. Желтоқсанның ызғырығында су тасып жүріп, жығылып жамбасын сындырып алды. Төсек тартып ұзақ жатты. Көрші көлем титімдей қыз бен сал кемпірді аяп, отын суларына қарасып тұрды. Жерге көк шыға асыл әжесінен де айырылып қала берді. Ең соңғы сағатында жанына шақырып алды да: «Жалғыздан қалған жалғыз жапырағым-ай», деді даусы дірілдеп. «Мені қойшы, атаңның жанына барып төмпешік болып жатам. Әкең қайда қалғанын бір Алла біледі. Анаң анау өз тіршілігін күйттеп тау асып кетті. Сен сорлайтын болдың-ау, толдыр жетім қалып, зарын кешетін болдың-ау» деп жылап жіберді. Екі бұрым етіп қойған шашы селтейіп, көзі бақырайып тұрған шолпан әжесі жылаған соң қосыла кетті. «Әже, сен де атама ұқсап өлесің бе?» деді. Өзекті жанға бір өлім. Өлетініме қараң қалып, жалғыз жапырақ қараусыз қалғанына күйінем ғой. Амал нешік, енді сені біреуге табыстайын. Күлдархан деп жан-жағына қарады. Оң жағында отырған келіншек: «Абысын, мен мұндамын» деді. «Сен шырағым, маған Хадишаны шақыртып берші» деді. Хадиша Нұрақын қызы Шолпанның ұстасы. Ауырып жатқан ана шақырды деген соң ба, ұстаз жылдам жетіп келді. Төсекте басын көтеріп, өзін күтіп жатқан қарияның қолынан ұстап, екі алақанының ортасына салып тұрып: «Апа, қалайсыз?» деді. «Менің жағдайым осылай болып қалды. Қаден айналайын» деді. Мұғалімді әкесі еркелетіп қойған есімімен атап, Хадиша Нұрақын қызын Қаден дегеннен соғыстан оралмаған әкесі есіне түсіп, жүрегі дір етті. Жанарына жас айналды. «Қаден, саған мына толдыр жалғызды аманаттағалы шақырттым. Алдағы жазда 8-ге толады. Бізде тапсыратындай жамағайында жоқ. Әкесі соғыста келмеді. Шешесі жас емес пе, өз тұрмысын құрып кетті. Толдыр жетім қалды. Ізденіп осы баланы өкіметке тапсыр. Далада қаңғып қалмасын. Өкімет өлтірмес. Қайтейін-ай, іші бауырым өртеніп, қимай кетіп барам. Осы аманатым мойныңа жүк шырағым» деп амалсыз аманаттап тапсырды. «Жомартым, сен болсаң
Мына шаңырақтың шамы жанып тұрмас па еді? Құдайым-ау, шолпаныма назарыңды сал деп дауыс сала жылады. Маңайда отырған көршілер де сыңсып ала жөнелді. Бір кезде Әбдірейім деген ақсақал қайнысы: «Бебіш, сабырға кел, Шолпанжанды қорқытарсың» деп ескерту жасады. Әже, Дәу апа деп жүрген кемпірдің Бибі деген әдемі аты барын ауылдастары бүгін білді. «Шолпандай», деді әжесі бар күшін жинап, «бері кел». Отырғандар Шолпанды әжесіне жақындатты. Кемпір егі кемсеңдеп: «Әкеңнің аты Жомарт, анаңның аты Жамал. Арғы бетте Саты деген жерге күйеуге тиді. Атаңның аты Ақберен, менің атым Бибіқан. Ұмытпа, сен Албан деген елдің қызысың. Ауылдың аты Тоғызбұлақ» деп қатты айтты да: «Ұмытпа, сені өкіметке өткізсе бар, жылай бермей оқы деп жатып қақалып шашалып кетті. Басында отырған ақсақал: «Имамды шақырыңдар, дем салсын» деді. Қорқып кеткен Шолпан әжесінің үстіне жатып алып: «Әже, өлме» дей берді. Әжесін жерлеп келген соң Хадиша апай киімдерін жинап өз үйіне алып кетті. Сол үйде жүріп бірінші сыныпты бітірді. Жазғы демалыста Хадиша апай Подгорныйға барып балалар үйіне орналастырды. Одан көп замай сол жердегілер Шолпанды Алматыға ауыстырды. Шолпан әжесінің айтқандарын сағынғанда есіне алып, ішінен дұғадай қайталап жүретін. Жетімдіктің зарын шегіп жүріп, мектепті аяқтады. Толдыр жетім деген құжаттары көмектесіп, сол жылы Қазақ педагогикалық институтының физика-математика факультетіне оқуға түсті. Әжесінің жылай бермей оқу деген аманатын орындауға бар күшін салып жүрді. Өскенде Қаден тәте сияқты мұғалім боласың. Әдемі көйлек киіп, шашыңды төбеге түйіп, қолыңа сөмке ұстап, сағат тағып, балалардың алдында дәріс үйретіп тұрасың. Елдегі Жомарттың қызы жақсы мұғалім екен дегіз. Сен жақсы болсаң, шешеңді тауып аларсың. Ол да есін жиса сені іздер. Ой, Жамалым-ай, балалы шағалы болып, бізді ұмытты ма, кім білсін деп жылап талатын жарықтық. Құрметті тыңдаушы, 2 бөлімнің соңы. Жалғасын күтіңіздер.